Сәлеметсіздер. Бүгін біз сіздермен 2026 жылы декретті қалай есептеу керегін қарайтын боламыз. Мысалы, бір жылда 85 мың теңгелік еңбек ақымен 10 ай жұмыс істесеңіз, яғни 85 мың теңге деген бұл 2026 жылы ең төменгі жалақы. Енді қараңыз, бірінші не істейміз? Этап-этаппен есептейміз. 10 айда 85 мың теңге көбейтеміз. Сонда 850 мың теңге. Бұл бір жылдағы жалпы еңбек ақы суммасы, барлығын қосқан кездегі. Енді сол 850 мың теңгені 12 айға бөлеміз, себебі бір жылда 12 ай бар. Сонда сіздің орташа еңбек ақыңыз 70 мың 833 теңге болады. Енді 70 мың 833 теңгені 4,2 коэффициентке көбейтеміз. 4,2 коэффициент деген қайдан шықты? Негізі көп жерде уақытша еңбекке жарамсыздық парағы 126 күнге беріледі. Сол еңбекке жарамсыздық парағын жарамсыздық күндерінің коэффициентін есептеу үшін еңбекке жарамсыздық күндерінің саны 30-ға бөлінеді. Яғни 126-ны 30-ға бөлсек 4,2 шығады. Сол 4,2 коэффициент осыдан кеп шығады. Көбейтетін болсақ 297 мың 499 теңге болады. Енді 297 мың 499 теңгенің өзінен 10%-ын міндетті зейнетақы жарнасы, яғни пенсионный взносын алып тастаймыз, 29 мың 750 теңгені. Сонда 267 мың 749 теңге шығады. Бұл 267 мың 749 теңге дегеніміз сіздің босанған кездегі бір жолғы алатын төлем ақыңыз. Егерде еңбек ақыңыз 85 мың теңге болатын болса. Сонымен қатар, әр әйелге бір жылғы мемлекеттік жәрдемақы беріледі. Бұдан да бөлек тағы да бірінші, екінші немесе үшінші бала болса 38 айлық есептік көрсеткіш, яғни 38 МРП. Бір МРП-мыз 2026 жылы 4325 теңге болатын болса, көбейтетін болсақ 164350 теңге болады. Ал төртінші балаға 63 МРП, ол дегеніміз 272475 теңге. Енді келесі мысалды қарайық. Егерде мысалы бір жылда 350 мың теңге еңбек ақымен 10 ай жұмыс істесеңіз, 10 айда 350 мың теңге көбейтеміз, сонда 3 миллион 500 мың теңге болады. Яғни бұл бір жылдағы жалпы еңбек ақы суммаңыз. Тура жаңағыдай 3,5 миллион теңгені 12 айға бөлеміз, 291 мың 667 теңге шығады. Бұл орташа еңбек ақыңыз. Енді жаңағыдай үшіншіден 291 мың 667-ні 4,2 коэффициентке көбейтсек, 1 миллион 225 мың 1 теңге болады. Яғни одан кейін осы 1 миллион 225 мың 1 теңгенің 10% пенсионный взносын алып тастаймыз, 122 мың 500 теңгені. Сонда 1 миллион 102 мың 500 теңге. Яғни мысал ретінде сіздің бір жылда еңбек ақыңыз 350 мың теңге болатын болса, сіздің босанғаннан кейінгі бір жолғы төлеміңіз 1 миллион 102 мың 500 теңгені құрайды екен. Сонымен қатар, тағы да тура жаңағыдай әр әйелге тағы да қосымша бір жолғы мемлекеттік жәрдемақы беріледі. Жаңағыдай тураны қайталанады. Келесі мысал, егер бір жылда 650 мың теңгелік еңбек ақымен 12 ай жұмыс істесеңіз, естеріңізге сала кетейік, әлеуметтік төлемдерді есептеу объектісінің ай сайынғы ең жоғарғы мөлшері 7 ең төменгі жалақыдан аспауы тиіс. Яғни 7 минимальный зарплата. Яғни 2026 жылға бір минимальный зарплата 85 мың теңге болатын болса, оны 7-ге көбейтсек 595 мың теңге. Бұл деген сөз. Яғни ең жоғарғы сумма осы болғандықтан, бұл суммадан көп болса да осы сумманы қолданамыз. Түсінікті ғой. Яғни сіздің еңбек ақыңыз 650 мың теңге, бірақ ол 595 мың теңгеден, яғни 7 ең төменгі жалақыдан көп болғандықтан 650 мың теңге емес, 595 мың теңгені аламыз. Бірінші 12 айға көбейтеміз 595 мың, себебі 12 ай жұмыс істедіңіз сіз. Сонда 7 миллион 140 мың теңге болды. Бұл бір жылдағы жалпы еңбек ақы суммаңыз. 7 миллион 140 мың теңгені 12 айға бөлсек, 595 мың теңге шығады қайтадан. Орташа еңбек ақыңыз бұл. 595 мың теңгені үшіншіден 4,2 коэффициентке көбейтетін болсақ, 2 миллион 499 мың теңге болады. 2 миллион 499 мың теңгенің 10% міндетті зейнетақы жарнасын алып тастаймыз, яғни 249 мың 900 теңге болады. Сонда
2.249.100 теңге. Яғни сіздің еңбек ақыңыз 650.000 теңге болса, сіз 12 ай жұмыс істесеңіз, ол 7 минимальный зарплатадан, яғни 595.000 теңгені асып кеткендіктен, сіз не аласыз? Бір жолғы төлеміңіз 2.249.100 теңгені алады екенсіз. Тура жаңағыдай, одан бөлек қосымша бірінші, екінші, үшінші балаға 38 МРП, төртінші балаға 63 МРП төленеді. Енді ары қарай 1,5 жасқа дейінгі бала күтімі бойынша әлеуметтік төлемді есептеуді қарайық. 1,5 жасқа дейінгі бала күтімі бойынша декреттік төлемдер декреттік демалыс басталған айдың алдындағы 2 жыл, яғни 24 ай үшін алынған ресми табыс негізінде есептеледі дейді. Мысалы, сіз декреттік демалысқа наурыз айында шықсаңыз, оның алдыңғы ай қайсысы? Ақпан айы ғой. Сол ақпан айынан бастап артқа қарай 2 жылды алады, яғни 24 айды. Мысалы, сіз наурыз айынан бастап шықтыңыз, бірақ ақпан айынан бастап артқа қарай 12 айды алған кезде, мысалға, әйел адам декреттік демалысқа шыққанға дейін, мысалға, ақпан және де одан алдыңғы ай қандай? Қаңтар, желтоқсан деген сияқты ғой. Тура солай 12 ай 200.000 теңгелік және 12 ай 300.000 теңгелік еңбек ақымен жұмыс істесеңіз, яғни бір ай 200.000 теңге, бір жыл 200.000 теңгемен істедіңіз, тағы да бір жыл 300.000 теңгемен істедіңіз. Енді есептеп көрейік. Біріншіден 12 ай 200.000 теңге істегендіктен көбейтеміз, және де оған қосамыз, тағы да 12 ай 300.000 теңгелік еңбек ақымен есептедіңіз. Сонда осының барлығын көбейтіп қосатын болсақ 6 миллион теңге шығады. Бұл деген сөз 2 жылдағы есептелген жалпы еңбек ақы суммаңыз 6 миллион теңге. 6 миллион теңгені 24 айға бөлеміз, себебі 2 жылда 24 ай бар. Сонда сіздің орташа еңбек ақыңыз 250.000 теңге болады. 250.000 теңгенің 0,4-ке өтеміз, яғни 40% үлесі. 40% үлесін аламыз. 250.000 теңгенің 40% үлесі 100.000 теңге болады. Яғни, және де не істейміз? 100.000 теңгенің өзінен 10% зейнетақы жарнасын алып тастаймыз, яғни пенсионный взнос 10.000 теңге, сонда 90.000 теңге қалады. Бұл ай сайынғы төлем. Яғни сіз 1,5 жасқа дейінгі бала күтімі бойынша сіз ай сайын 90.000 теңге төлем алатын боласыз. Мына бір маңызды жайтты айта кетейік. Маңызды дейді, 2026 жылы ай сайынғы төлем 238.000 теңгеден аспауы керек. Бұл 7 ең төменгі жалақының 40%, яғни 595.000 теңгенің 40%. Бұл солай қойылған шарт. Максимальный. Және де жұмыс істемейтін әйел адамдардан төмен болмау қажет. Яғни жұмыс істемейтін әйел адамдардың ең төмен болу керек қой. Солардан жұмыс істейтін әйел адамдардың ай сайынғы төлемі төмен болмау керек, және де 7 минимальный зарплатаның 40%-нан, яғни 238.000 теңгеден ай сайынғы төлем асып кетпеу керек.